Қымбатты менің оқырмандарым, сіздермен ақтарылып сөйлескім келеді. Араларыңызда біріңіз мені қолдап, жарайсың деп жатасыздар. Енді біреулер, сен бала орыс жазған тарихты оқығансың деп жатасыздар. Мақтауға да, даттауға да қатты мән бере бермеймін негізі. Себебі, халықтың пікірі әрқашан өзгеріп тұрады. Бірақ, шынын айтқанда, араларыңызда әлемдік тарихпен сусындап жүрген жандардың барын байқап, іштей қуанып қалам. Менің ойларымды түсінетін, қолдайтын оқырмандарымның барына қуаныштымын. Сіздерге шын мәнінде рахметімді айтқым келеді. Негізінде оқырмандарымен осылай сырласып, ой пікір бөліспейді екем. Бұл дұрыс па, бұрыс па, оны да білмедім. Бірден айтайын, менің мақсатым Шыңғыс ханды, болмаса Әмір Темірді қазақ қылу емес. Мұны арнамды көріп келе жатқан оқырмандарым жақсы білетін шығар. Немесе бір рудың атақты адамын жариялап, оны жер көкке тигізбей мақтап, өтірік жақсатты болып, ауылдағы жиын тойларда төрде отырып, еттің жылы жұмсағын жеп, арқадан қақып мақтағанға мәз болу емес мақсатым. Мұның барлығы уақытша алдамшы дүниелер. Менің сіздерге өтірік тарихты айтып қойып, анау ру керемет екен, сондай текті халық екен, мына жерде мынадай батыр болыпты, жеңбеген жау қалмапты деп, аңыз ертегісі аралас тарихты айтып қойып, өтірік жақсы атты болғанымен, одан халыққа келіп кетер бір тиын пайда жоқ. Байқасаңыздар, соңғы кездері әртүрлі тақырыптарда, тарихи кезеңдерде тұлғалардың қабылдаған шешімдері, сондай бір ғана шешім тұтас мемлекеттің, тұтас халықтың тағдырына қалай әсер еткендігі туралы видеолар шығарып жүрмін. Неге? Тарихи тұлғаларды мақтап, ұлттың рухын көтеру дегеннің де дұрыс еместігін түсініп келе жатқандаймын. Себебі бұлардың бәрі тек уақытша дүниелер. Ал бізге уақытша алдамшы дүниелер керек пе? Мұны бізге әлем тарихын былай қойғанда, ғасырлар бойғы өз тарихымыз толық дәлелдеп берді емес пе? Кенесарыны қанша жерден ұлттың қорғаны деп мақтағанымызбен, біздің жеңілісіміздің сыры батырлықтың, тыңдап алыңыздар, батырлықтың жетіспегендігі емес, ғылым білімнен кенже қалып қоюымызда екендігін көрсетті емес пе тарих бізге? Алдағы уақытта сіздермен бірге әлемді шарлаймыз. Көне шумерлер елінен бастап, грек ренессансы, жоғалған Атлантида, байлығы тасыған Вавилон, пирамидалар елі Египет, билік пен заңның ортасы ежелгі Рим, темірдей тәртібі бар Спарта, тұманды Альбион, сагалар елі Скандинавия, құпияға толы Майя өркениеті, құзар шыңдар басына орналасқан Инктер империясы, мыңдаған шенеуніктер ұстап, мемлекеттік басқару ісін жасаған ежелгі Қытай, ну ормандар арасында жасырылған ғажайып Үндістан, жүйрік аттар мекені түрік қағанаты, тіпті мұхит аралдарының даму тарихына дейін баяндап, әр қайсының дәуірлер өткен сайын қалай өзгергенін, қандай қателік жасағанын, адамзаттың даму тарихына қандай үлес қосқанын, жетістіктерін айта отырып, біз сол кезде не істедік, яғни қазақтар, түрік халықтары, не себепті отарлық дәуірдің құрбаны болды, не себепті біз отырықшылық мәдениетке өте алмадық, қалайша түнек ғасырында жатқан Еуропада Ренессанс басталып, айналасы бірнеше ғасырдың ішінде сарайлары керемет дүниелерге айналды, ал керісінше біздің салған ғимараттар, біздің салған керемет ғажайып шаһарлар құм үйінділеріне айналды. Неге біз әлі күнге дейін бір орында тұрып қалдық? Міне осындай сансыз сұрақтарға сіздермен бірге жауап іздейтін боламыз. Мені қолдап келе жатқан оқырмандарыма басымды иіп, тағы да рахметімді айтамын. Сіздерге мұны шын жүректен айтып отырмын. Араларыңызда мені қолдап, пікір жазып, бөлісіп жүрген достарыма шын көңілімнен тағы да рахмет айтамын.